Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін мен сіздерге қызыл ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дастарханыңыздың сәні болатын ұлттық астарымыздың бірі қызыл ірімшіктің жасалу жолын соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай үлкен қазанымызды отқа қоямыз да үстінен сүтімізді құямыз. Менде 3,5 литрдай қолдың сүті. Және де қайнағанша бетін толық жаппай қалдырамыз. Осылай қатты қайнамай беті шұбырлап жаңадан қайнай бастаған кезде үстінен айранды құятын боламыз. Мендегі айран қолдың айраны емес, 2,5% магазиннің айраны. Қолдың айраны болса да, магазиндікі болса да ештеңе етпейді. Және де толық іріменше араластырмаймыз. Жай осылай шетін кішкене түртіп қоюға болады, бірақ араластырып жібермейсіздер. Және асты қатты болып тұруы қажет. Міне осылай өзі сары суы бөлініп толық іріп шығады. Содан кейін барып астын баяулатып орташа отқа қоясыздар да бетін толық жаппай кішкене бір шетін ашып қойып орташа отта бүлкілдетіп қайнататын боласыздар. Міне осылай осы қалыпта қайнауы қажет. Қайнау уақытсыз шыққан сары суына байланысты, егер көп сары су шығатын болса, кішкене алып тастауға болады. Және де осылай жақсы сарғайғанша қайнатасыздар. Міне осылай кішкене сарғайып бастаған кезде астын үстіне қарай аударып қоясыздар. Және де дәміне қарай осы кезде құмшекер қосып қойсаңыздар болады. Құмшекерді де өздеріңіз тәттілігіне қалай жақсы көресіздер, соған байланысты қосасыздар. Және де тағы да осылай бетін қатты жаппай, суы жақсы тартылғанша, әдемі сары түске енгенше қайнатасыздар. Кейін астын өшіресіздер де осылай марлыға болсын немесе орамалға болсын сүзіп аласыздар. Және де астынан ыдыс қойып, кепсер ма или мен сияқты осындай душлак болса душлактың үстіне сүзесіздер. Сол кезде артық суларының барлығы ағып кететін болады. Видеода көрсетілгендей міне байқасаңыздар, астына осылай суы ағып тұратын заттың үстіне сүзіп қоясыздар. Және де үстін қатты нәрсемен бастырып қою қажет. Толық жақсы басылып тұруы қажет. Сол кезде біздің ірімшіктеріміз престелетін болады. Осылай 2 сағатқа қойсаңыздар, менде 2 сағат тұрды. 2 сағаттан кейін осылай престеліп турағанға ыңғайлы болып шығады міне. Енді өздеріңіз қалауларыңызша турайсыздар да дастарханға қоя берулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.